Сәлем досым. Егер өзіңіздің жолыңызды ашқыңыз келсе, онда осы практиканы міндетті түрде жасауыңыз керек. Біз қарым-қатынас барысында белгілі бір адамдарды ренжітеміз. Бұл қалыпты жағдай, жақсы да емес, жаман да емес. Бірақ іштей сол дұрыс емес қарым-қатынас үшін кейде өзімізді кінәлап жатамыз. Бұл ардың мазалауы. Арыңызды таза, мөлдір ұстағыңыз келсе, өзіңізді жеңіл, жоғарғы энергияға, жоғарғы вибрацияға көтергіңіз келсе, өзіңіздің жолыңызды ашқыңыз келсе, онда осы практиканы жасауыңызға тиіссіз. Қаласаңыз, қағазға жазыңыз. Өзіне айта алмасаңыз да, сырттай сол адамды атын атап, елестетіп айтсаңыз болады. Бірақ бір шарты бар, бұл практиканы тура 40 күн қайталау керек. Құрметтім, мен саған жасаған іс-әрекеттерім үшін шын жүректен кешірім сұраймын. Өйткені мен сені ренжіткенімді түсіндім. Және бұл менің қателігім болды. Мен сенің жүрегіңді ауырттым. Сенің сезімдеріңді бұздым. Мен өзімнің мінезім мен сөздерімді бақылауға алмадым. Сенің сеніміңді бұздым. Сол үшін өкінемін. Мен сенің жан дүниеңді түсінбегенімді түсіндім. Және сенің күткен құрметіңді мен бере алмадым. Мен оны көрсете алмадым. Менің қателіктеріме байланысты сезінген ауыртпалықты түсінемін. Саған осындай жағдайды туғызғаным үшін кешірім сұраймын. Сенің маған деген сеніміңді қайта қалпына келтіру үшін қарым-қатынасты түзетуге әрқашан мен дайынмын. Өткен қателіктерімнен сабақ ала отырып, алдағы уақытта саған тек жақсылық жасауға, сенің алдыңдағы қарызымды өтей алуға ұмтылатын боламын. Бұл практиканы кез келген кімді ренжітіп алған адамыңыздың барлығына жасай бересіз. Яғни сіз және ол адамның арасында карма энергиясы жүрмеуі үшін. Назарыңызға көп рахмет.